Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Тақырыбымыз зат есімнің тәуелденуі. Бүгінгі сабақта зат есімнің тәуелденуін, емлесін сақтауды үйренесіңдер. Тәуелденген сөздерді тауып, оларды үш жақта айтуды үйренесіңдер. Бірінші жаттығу, 46-шы жаттығу мәтінді түсініп оқып, оң жақта тұрған жоспармен сәйкестендіреміз. Өрнек сөзін жекеше және көпше түрде тәуелдеп жаз. Бірінші, менің өрнегім, сенің өрнегің. Сыпайы түрі екінші жақтың, сіздің өрнегіңіз, оның өрнегі. Көпше түрінде, біздің өрнегіміз, сендердің өрнектерің, сіздердің өрнектеріңіз, олардың өрнектері. Дәптерімізге жазып аламыз. 27-ші жаттығу, жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Қазақ ою өрнегінің түрлері. Жан-жануарларды өрнектейтін оюлар. Әр өрнектің сипатына қарай аталуы. Осыларға нақты бір-бірден тоқталып кететін болсақ, жазамыз. Қазақ ою өрнегі үй жиһаздарын сәндік тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Жан-жануарлар өрнектейтін оюлар. Олардың ішінде жан-жануарлардың сыртқы пішініне, мүйізіне, тырнағына, мойнына, табанына және мүсініне ұқсас ою өрнектер халық арасында кең таралған. Үшінші тоқталып кететін сөзіміз, әр өрнекке сипатына қарай атау берілген. Оған мысал ретінде қошқар мүйіз, төрт құлақ, түйе табан, бота мойын, тағы да басқа оюларды атауға болады. Қошқар мүйіз оюы қазақ халқының бүкіл тыныс-тіршілігін танытады. Кей қолданыста ол қырық мүйіз, сыңар мүйіз, арқар мүйіз болып түрленіп отырады. Білеміз, қошқар мүйіз оюы бізде мемлекеттік рәмізіміз туда бейнеленген. Есімізге сақтап алайық. Жоғары жақтағы суреттердің қайсысы қандай ою болады деп ойлайсыңдар? Осы мәтіндердің барлығы ғылыми танымдық мәтін болып келеді екен. Шығармашылық үзіліс. Тоқыма торға зер салып қара. Шебер тоқыма тоқуға ағаштарды пайдаланған екен. Тиісті әріптерді қойсаң, ол қолданылған ағаш түрлерін оқисың. Шыққан ағаш түрлерін тәуелдеп жаз. Ал жақсы, жазып болған болсаң, тексерейік. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.